Осыдан 3 ай бұрын ақпан айында менде осы каналда монетизация өшіріп тастаған болатын 100% жасанды интеллект арқылы жасалатын шортс видеолар. Недостоверный контент себебі 90 күннен кейін, яғни 21 май 3 айдан кейін қайта тапсыруға болады. Мына жақта подать заявку енді шығу керек. Бұл каналда бұрын 4000 сағат жинау үшін лонг форматтағы нишаны жүргізген болатынмын. Монетизация қосып алу үшін 4000 сағат жинағаннан кейін, монетизация қосып болғаннан кейін барлығын скрит етіп, одан кейін шортс ниша түсірген болатынмын. Подтверждение оригинальный контент деп. Енді қазір кезде сол жасанды интеллект арқылы жасалған видеоларды ақырында өшіріп жатырмын. Күніне бір видеодан. Осы видеоны өшіретін сияқтымын қазір. Бұны өшіреміз бұрын бұл видео жайлы ақпарат айта кетейін. Бұл шортс видеоны өшіру жалко болып тұр, бірақ өшірмен десем де бұл каналда монетизация қосылмайтын сияқты. Бұл 100% жасанды интеллект арқылы жасалған видео, сюжетный. Бұл видео осы кезге дейін 251 миллион просмотр жинады. Және 195 мың подписчик алып келген болатын осы бір видео. Және бұл видео табыс $1848 алып келген. Бұл видео 6 желтоқсан күні салынған еді. Қазірдің өзінде аздаған просмотр әкеліп тұр. Удалить навсегда дегенді басамыз. Мінекей 1, 2, 3 кетті. Мінекей өшті. Енді 9 миллион просмотр жинаған видео ғана қалды. Бұны ертең өшіреміз бұйырса. Бұл каналда монетизация жүріп тұрған кезде видеолардың барлығын скрит етіп, жасанды интеллект арқылы видеоларды, шортс видеоларды декабрьде салып бастаған едім. Желтоқсан айында просмотрлар енді рекомендация кетіп бастады, $176 алып келді. Сосын қаңтар айында 1353, одан кейін тағы рекомендация кетіп, нормальный миллиондаған просмотр келіп жатыр еді. Ақпан айында 19 ақпан күні монетизация өшкен болатын, $859, сонымен аяқталып қалды. Сол осы $859 күйген болатын. AdSense-ке түсіп үлгерген жоқ. Тек қана мына 1353, оған дейінгісі түсті ғой. Мына мартта монетизация вообще жүрген жоқ еді. 001 деп тұрған, түсінбедім не үшін екенін. Ақпанның 19-ы өшіп, 21 операция жібердім, отказ келді. Сосын 21 май қайтадан тапсырасың деген болатын. Мінекей бүгін 21 мамыр подать заявка деген шықты. Қазір енді соны бас жүретін боламыз. 4000 сағат толып тұр. 1, 2, 3 кеттік, бисмилля. Мінекей ваша заявка находится на рассмотрении. Вы подали повторную заявку 21 мая. Так, бүгін 26 мамыр монетизацияға отказ келді. Использование чужого контента деп. Енді апелляцияны 16 июньге дейін тапсыруға болады. Так, бүгін 29 мамыр түнгі 12-ден өтіп жатыр. Подать апелляцию басамыз. Апелляциялық видеоны түсіріп қойдым. Енді мына жерге қазір ссылка қойып, одан кейін отправить дегенді басатын боламын. Ал бисмилля, кетті отправить. Апелляция подана. В общем, бүгін 29 мамыр апелляцияны қабылдаған жоқ. Апелляция отклонение деп келді. Ролик не дает полноценное представление. Тағы 90 күнге жіберді. 24 август күні қайтадан заявка жібере аламын. То есть ішіндегі видеолардың бәрін қайтадан өшіру қой. Ішін пустой қылып тұрып басқа нешеде жүргізу керек походу.